өкінішке орай қуанта алмаймын. Бірден айтайын. Қуаныш көпке созылмады. Негізі басы қатты болса, аяғы тәтті болады деуші еді. Менікі басы тәтті болды, аяғы қатты болып қалды, өкінішке орай. Не себеп екен? Толықтай айта кетейін, уақыт берсеңіздер. Жалпы енді Ақерке келді, өзім жерлесім, кәдімгідей қуандым, шынымды айтсам. Мен әке-шешем де қуанды. Біз де қуандық, қатты қуандық. Алыстан емес, жақыннан екен, өзіміз білетін жұрттан екен деп. Сырластық, осы алдымыздағы жексенбі күні кездестік. Ол кісінің көп уақыты болмады, жұмыстамын деп. Күнде мен сообщение жаздым, қайда санап мынау. Сол күні әрең дегенде уақыт бөліп кездестік. Бір 10 минут қана сөйлестік қойдым, ары кеткенде бір 15 минут. Кездесуде? Иә, кездесуде әңгіме бір 15 минут қана болды. Мен көңілім шыны керек бір су сепкендей болды. Неге десеңіздер, айта кетейін, Ақерке өзі де тыңдап отқан шығар, жалпы менің жерлестерім бәрі тыңдап отыр деп ойлаймын.